Миғраж түні, аспанның 3-ші қабаты. Аспанның 3-ші қабатына келдік. Ондағы сақшы періште де «Қош келдің, Мұхаммед» деп бізді қуана қарсы алды. Мұнда 70 000 періштенің «Субхана зил мүлки уәл мәләкут, Субханаллах мәлекил хайил ләзи лә ямут», яғни Алла барлық айып және мін кемшіліктерден пәк. Ол барлық мүліктің әрі құдіреттің иесі. Және Алла барлық айып және мін кемшіліктерден пәк. Ол хақиқи патша. Ол өз сипатымен тірі, еш уақытта өлмейді деп тәсбих айтып жатқанын көрдім. Бұл жерден өтіп, сапарымды жалғастырдым. Мұнда бастарын сәждеге қойып, Аллаға тәсбих айтып жатқан періштелерді көрдім. Мен оларға сәлем бердім. Олар бастарын сәждеден көтеріп, сәлеміме әлейк айтты да, қайтып сәждеге жығылды. Мен Жәбірейілден, 3-ші аспандағылардың ғибадаты осы екенде деп сұрадым. Ол маған, «Иә, Алладан бұл ғибадатты сіз де сұрасаңыз болады» деді. Солай істедім де. Алла тағала дұғамды қабыл етіп, намаздың әр рәкатында 2 рет сәжде жасауды маған парыз етті. Намаздың әр рәкатында 2 сәжде жасаудың тарихи қайнары осыған саяды. 3-ші аспанда Жүсіп, Дәуіт және Сүлеймен пайғамбарлармен кездесіп, сұхбат құрдық. Олар да тілегін айтып құттықтады. Мен Жүсіптің көркіне және оның ерекше жақсы мінез құлықты екеніне куә болдым. Жүсіп Жақыптың баласы. Жүсіптің пайғамбар болатынын Алла тағала кішкентай кезінде-ақ оған білдірген. Ол ұйқысынан оянып көрген түсін әкесіне айту үшін келіп, «Әке, мен 11 жұлдыздың, күннің және айдың маған сәжде жасап тұрғанын көрдім» деді. Дәуіт әрі пайғамбар, әрі патша еді. Ол Исраил қауымының басын қосып, оны қуатты мемлекетке айналдырды. Алла тағаланың бұйрығымен ол Исраил жерінде Байтул Мақдис ғибадатханасын салды. Ислам діні келгеннен кейін ол Ақса мешітіне айналды. Мұхаммед Миғражға сол жерден көтерілді. Дәуіт халыққа қиянаты жоқ, әділ патша болатын. Өзінің қателігін байқаған сәтте дереу Аллаға жалбарынып, кешірім тілей отырып, әрбір ісін Алланың атымен бастайтын. Ол мансап қуып, билік көксемесе де, Алла оған пайғамбарлықпен қоса патшалықты сыйлады. Дәуіттің жалғыз ұлы Сүлейменнің бойына Алла ерекше қасиеттер дарытты. Ол өте зерек, парасатты, табиғаттың сыры мен жануарлардың тілін жақсы білетін. Бұл туралы Алла тағала Сүлеймен пайғамбарлықты да, ілімді де, патшалықты да әкесі Дәуітке мұрагер болды деп хабар береді. Нәмл сүресі 16-шы аят.